Сәлем достар, бұл Fortress of History каналы. Каналға жазылып, лайк басып жайғаса беріңіз. Ондаша біз бастаймыз. Ұлыбритания тумасы 21 жастағы Грейс Миллан. Ол бай қуатты жанұяда өскен, өте нәзік, ашық жарқын қыз еді. Қайырымдылықпен көп көмектескен, достары да көп еді. Оқуын бітіргеннен кейін бір жыл бойы саяхаттауды шешкен. Ол бірінші оңтүстік Африка мемлекетіне барып, ол жерде 1,5 ай мекен етеді. Кейін 30 қарашада Жаңа Зеландияға келеді. 2 желтоқсан Грейстің туылған күні еді. Ол 22 жасқа толды. Сол күні оған туған туысы жолдастары құттықтаумен хат жіберген еді. Бірақ оларға жауап бармады. Ол күнде достарымен, туыстарымен хабарласып тұратын. 3-4 желтоқсан Грейстен хабар болмаған соң, туыстары қызының жоғалған туралы полицияға хабар береді. Полиция қызметкерлері Грейстің тоқтаған хостелді тауып, сол жердегі және бүкіл қаладағы бейне камераларды қарап, Грейстің жүрген жолын бақылады. 1 желтоқсан күні Грейс хостелден шығып, жаяу Sky City деген ғимаратқа барды. Ол 17:45 уақытта шыршаны суретке түсіріп туысқандарына жіберген. Кейін бір ер азамат келіп Грейспен амандасып құшақтасады. Полиция бұл азаматты интернетте полиция базасында іздестірді. Содан кейін Грейстің интернеттегі аккаунттарын қарады. Соңғы кіммен сөйлескенін қарағанда, олар Джейси Кэмпсон деген жігітпен танысқан, сөйлескен. Бұл бейнекамерадағы жігіт сол болған. Олар ары қарай ресторанға барып, одан кешкі 7:12-де шығады. 5 күннен кейін Жаңа Зеландия полиция қызметкерлерді учаскеге Грейсті соңғы көрген ер азаматты алып келді. Оның есімі Джейси Кэмпсон. Джейси Кэмпсонды тергеуге алды. Оның айтуы бойынша, ол Tinder қосымшасы арқылы 30 қараша күні танысқан. Сол күні 1 желтоқсан күні кездесуге екеуі шешім қабылдады. Содан кейін олар кездесіп ресторанда отырып сөйлескен. Шыққаннан кейін екеуі екі жаққа кеткенін айтты. Өйткені оның басқа адамдармен кездесуі бар еді. Ол олармен ішіп, сол түні қайда және не болғаны есінде емес. Өйткені сыра өте көп ішкенін айтты. Және келесі күні сағат таңғы 10-да тұрғанын айтты. Сол кезде тергеуші оған таңертең сағат 8:01-де лифтте болғанын айтты. Одан кейін шығып магазинге барып үлкен чемодан алып, қайта лифтке 8-ден 14 минут кеткенде лифтке кірген туралы айтты. Камераларды суретті оған көрсетті. Сонда Джейстің беті қызарып өзгере бастады. Ол сол кезде қорғаушысымен хабарласады. Содан кейін сұрақтарға жауап бермейтінін айтты. Полицияда амал қалмағандықтан оны жіберді. Грейстің жоғалғаны 6 күн болды. Грейстің әкесі Жаңа Зеландияға ұшып келеді. Ол полицияда бүкіл жағдайды информацияны біледі. Одан кейін пресс-конференцияда ол қызының ешқашан үйден қашпағаны, күнде интернетпен хабарласып тұратынын айтты. Және елден көмек сұрады. Көрген адам болса хабар беріңіздер деп. Полиция бейне камералар арқылы Джейсидің қатысы бар екенін түсінді. Сонда олар полиция қызметкерлері Джейсидің пәтеріне барып тексерді. Іздестіру барысында олар ештеңе таппады. Және Грейстің ізі де болмаған. Сол кезде криминалистер күлгін түсті жарықты қосып тексерген кезде олар кілемде үлкен іздерді байқайды. Ол кілемді экспертизаға алып кетеді. Экспертизаның шешімі бойынша ол іздер адамның қаны екенін айтты. Полиция қызметкерлері Джейси Кэмпсонды учаскеге тергеуге алып келді. Алып келіп, оған бүкіл басынан бастап соңына дейін Джейси мен Грейстің бейне хронологиясын көрсеткен кезде ол ақтала бастады. Джейси тергеу барысында Грейске кінәні жапқысы келді. Оның айтуынша, Грейс Миллан оған теледидарды қос, жыныстық қатынасқа байланысты кино қой,
қолымды байла, қатты тұншықтыр деген екен. Джейси, мен ондай адам емеспін. Мен ондайды қаламадым. Бірақ ол солай бұйырған соң жоқ дей алмадым, деді. Жыныстық қатынас тұншықтырумен аяқталған соң мен ваннаға барып су қабылдадым. Келіп ұйықтап қалдым. Таңертең тұрсам, мұрнынан қан ағып өліп жатқанын көрдім. Мен не істерімді білмедім. Полицияға жедел жәрдемге хабарласуға қорқтым, өйткені мені түрмеге жабады деп ойладым. Мен өлтірген жоқпын ол қызды, деп айтты. Тергеу бірнеше сағатқа созылды. Тергеудің соңына қарай бұл ер азамат өзінің кінәсін мойындады. Және де қыздың мәйітін қайда апарып тастағанын айтты. Полиция қызметкерлері сол жерге барды. Қаладан 25 шақырым жерде таудың бөктерінде Джейси Кэмпсон қызды чемоданмен бірге көміп тастаған. Полиция қаладағы бейне камераларды бақылауға алған кезде бүкіл хронология шықты. Грейс пен Джейси екеуі рестораннан шыққанда екі жаққа емес, екеуі бірге кеткенін көрді. Екеуі әрі қарай мексикалық кафеге барған. Одан шығып олар барға барып ішімдік ішкен. Сол барда олар ішімдік ішіп отқан кезде қыз дәретханаға шығып кетеді. Сол кезде Джейси қыздың сөмкесін ақтарады. Ол бардан шығып екеуі 21:40-та Джейсидің қонақжайдағы пәтеріне келген. Лифтпен жоғарыға көтеріледі. Лифтпен жоғарыға көтерілгенде біз Грейсидің соңғы рет көрудеміз. Пәтерге кіргеннен кейін екеуі жыныстық қатынасқа түседі. Жыныстық қатынасқа түскеннен кейін Джейси Грейсиді тұншықтырып өлтіреді. Тұншықтырып өлтіргеннен кейін ол өліп жатқан қызды 2 рет суретке түсіріп алады. Содан кейін Tinder қосымшасына кіріп, басқа қызбен танысып, сөйлесуді жалғастырады. Ол таңға дейін мәйіттің қасында ұйықтап шығады. Келесі күні таңғы сағат 8-ден 1 минут кеткенде лифтке Джейси жалғыз өзі кіріп, төменге түседі. Ол дүкенге барып үлкен чемодан сатып алады. Және тазалайтын заттарды да алып, 8-ден 14 минут кеткен кезде лифтке келіп жоғарыға шығады. Және 9:58-де қайта түсіп, киім тазалайтын орталыққа киім тапсырған. Ал Грейсті бейнекамерада сол күні болмады. Оннан 25 минут өткен кезде ол такси жалға алған көлікті алып кету үшін үйден шығады. Көлікті алып қонақ үйге қайтып келеді. 15:57-де ол кафеге барып басқа қызбен кездесіп сөйлеседі. Ал кешкі 9:30-да ол лифтке кіріп 2 чемоданды кіргізеді. Үлкен чемоданда Грейстің мәйіті жатқан. Ол жалдаған көлікке апарып, көліктің артына басады 2 чемоданды. Грейси 1 күн бойы сол пәтерде жатқан мәйіті. Келесі күні таңертең сағат 6-дан 50 минут кеткен кезде ол құрылыс дүкенге кіріп, ол жерден күрек сатып алады. 25 шақырым жерге барып қызды көмген. 2 сағаттан кейін ол автокөлік жуу орталығына барып көлікті жуады. Одан кейін қонақ үйге барып, қара пакетке Грейсидің заттарын салып, мусорға лақтырып жіберген. 11 ай өткен соң, 2019 жылы қараша айында марқұм Грейси Милланның әке-шешесі Жаңа Зеландияға, яғни сотқа келді. Сот Джейси Кэмпсонды түрмеге өмірдің соңына дейін отырады деген шешімге келді. Өйткені ол Грейси Милланнан басқа тағы 2 қызды солай өлтірген туралы мәлім болды.